Ассаламағалейкум достар. Туған күн. Туған күнді көпшілігіміз асыға күтеміз. Сыйлық алу, көпшіліктің ықыласына бөлену, жылы лебіздер есту, ізгіліктің бәрі осы атаулы күнде болып жатады. Бірақ осындай ұмытылмайтын күнде сенің басына ешқашан кірмеген оқиғалар тап болуы мүмкін. Сондай оқиғалардың бірі Бразилия мемлекетінде болған. Бұл қызық екен арнасы. Біз бастаймыз. Өткен жылдың 13 наурызында Бразилия мемлекетінің Сан-Паулу қаласында Вера Люсияның 59 жасқа толған мерекесі болатын. Туған күні оның үйінде тойланды. Қонақтар саны 28-ге жетті. Шақырылғандар арасында туған күн иесінің достары мен туыстары, ал күйеуі Пауло Вейраның қатарынан бауырлары шақырылды. Тойға жиналған адамдар ешқандай уайымсыз күнді өткізіп, жақсы көңіл күйлерімен үйлеріне оралды. Мерекеден кейін бірнеше күн өтеді. Қонақтардың жартысы жөтел, жоғары температура және ентігу түрінде ыңғайсыздық белгілерін көрсетеді. Яғни коронавирустың айқын белгілері көріне бастайды. Алғашында туыстары оларды жұқтырғанына сене алмады. Барлығы мерекеде өздерін жақсы сезінді. Сондықтан инфекцияның көзі кім болғаны белгісіз болып қалды. Көп ұзамай Вера Люсияның күйеуі Паулудың денсаулығы нашарлай бастайды. Ол бәрінен сау болатын, күн сайын жаттығумен және жиі ұзақ серуендермен немесе велосипедпен жүретін. Пауло ауруханаға жаңа келген кезде оның жағдайы жақсы деп бағаланды. Ол тек ентігуге шағымданды. Бірақ 2 күннен кейін ол реанимация бөліміне ауыстырылады. Нәтижесінде Бразилиядағы отбасылық мереке қайғылы аяқталады. 3 туысы қайтыс болып, кемінде 10 адам туған күнде коронавирусты жұқтырады. Дәрігерлер кем дегенде бір өлімнің вирус жұқтыруына байланысты болғанын растайды. Сол кезде Бразилияның денсаулық сақтау министрлігінің мәліметтері бойынша, бұл елде тек 98 рет ковид инфекциясын жұқтырғандар және бірде-бір өлім болған емес. Қазір бұл қауіпті вирус барлық әлемді жаулап алған. Сіздерге айтарым, өмірлерін өздерінің қолдарында. Абай болыңдар.